Сәлем достар, Бригзел YouTube арнасы Чемпиондар Лигасы 2-ші тур. Және 2-ші турда біз күткен, жалпы осы Қазақстан тарихындағы ең маңызды матч. Бұдан мықты кездесу жалпы тарихта болған жоқ. Біз жалпы тарихи сәттеміз. Және осы тарихи сәттегі матчқа болжам жасаймыз. Бүгін осы Қайрат Реал Мадрид және де Барселона ПСЖ арасындағы матчқа біз болжам жасаймыз, талдау айтамыз, превью. Қонақта Есет Төлеш және Әлбек Кенжалы. Жігіттер, қош келдіңдер. Рахмет. Көңіл-күй қалай? Есет екеуміз жаңа пресс-конференциядан шықтық. Иә, Қайрат пен Реалдың баспасөз мәслихатына барып келдік, жаттығуларға қатыстық. Жалпы көрдік өте қызық. Күшті. Айтатын нәрсе. Мбаппені көрдік. Винисиусты көрдік. Көңіл-күйлері тамаша, иә. Кім? Асенсио бүйтіп, біреу қасындағы фотографтың бүйтіп сүртіп кетті несін. Шалбан беріп кетті несіне, фотоаппаратына. Көңіл-күйлері керемет екен. Иә, кәдімгі қарапайым, жалпы кезекті матч, анау Атлетикоға қарсы кездесу мүлде сол ұмытылған сияқты сол күні ақ. Иә. Ал енді бастайық, видеоға лайк басып арнаға тіркеліңіздер. Кеттік. Қайрат Реал Мадрид 21:45-те Алматы орталық стадионында басталады. Екінші турды ашып беретін матч. Екінші тур және Қазақстан және Қазспорт арнасы бірдей екеуі көрсетеді. Осы ойынға болжамнан бастайық, талдаудан бастайық. Әуелі Қайраттан не күтесің Есет? Бізді бір таңғалдыратындай ойын көрсете алады. Таңғалдыруы мүмкін, бірақ бұл жерде бәрі Реал Мадридтің қолында. Олар қандай құраммен шығады? Оған бүгін баспасөз мәслихатына қатыстық, Хаби Алонсо жауап берген жоқ. Қандай құрам шығаратыны, бірақ оның сөздеріне қарағанда біраз ротация жасайтын сияқты. Сол ротацияға мен ойымша енді Мастантоны ойнайтын секілді. Өйткені Атлетикоға қарсы ойында ол қосалқы құрамда қалды. Сол себепті Хаби Алонсо үлкен сын астына қалды. Және Мастантоны келесі осы Қайратқа қарсы кездесуде бірінші минуттан бастайтынына мен сенімдімін. Сонымен қоса Мбаппе де толық 90 минут ойнайды деп ойлаймын. Өйткені Чемпиондар лигасының үздік мергені деген атаққа таласады, иә. Ертең статистика қарайды. Мысалы, гол бәрібір де әрине сан болғаннан кейін факт ретінде қабылданып, оны сен нақты ал жүлделерге талас кезінде айтсаң болады. Мбаппе қазір енді басты сол алтын допқа фаворит. Және негізгі құрамда шығуы мүмкін футболшылардың бірі Беллингем. Жарақаттан айыққаннан кейін жайлап ойынға қосып келе жатыр. Мына Қайратқа қарсы кездесу аса қатты Реал үшін қиын болмайды деген олар өздері солай ойлап отыр ғой. Сондықтан Джуд Беллингемге көбірек уақыт беруі мүмкін. Бірақ Мастантоны шығады дедім ғой мен. Ол Беллингем сонда кімнің орнына шығуы мүмкін? Ортаға. Бұл жерде енді Беллингем оралса кім отырып қалады деген сұрақ бар ғой. Бұл жер түсіндім кімнің орнына екенін. Кім деп ойлайсың? Оң қапталда қорғаушы Реал Мадридте жоқ па айтпақшы? Иә. Вальвердені орнына ауыстыруы мүмкін. Қалай ойлайсыздар? Хаби Алонсо оң қапталда қорғаушы позициясына Вальвердені шығарады ма әлде Асенсионы ма? Жалпы осы определяющий нәрсе. Бұл жерде енді орталық қорғаныста Хюйсен мен басқа жігіттерге демалыс беретін шығар, алабалар ойнап қалуы мүмкін. Бұл жағдайда Асенсионы ортаға жібере салуы да мүмкін. Бірақ Вальверде бұл Реалда андай ойыншы да барлық матчқа қатысады. Ол маңызды болсын, болмасын. Міндетті түрде Вальверде алаңға шығады. Қайратқа қарсы кездесуде де солай болатын сияқты. Вальверде бәрібір ойнайды. Себебі қара жұмыс істейтін адам керек. Оның үстіне оң қапталдағы баспасөз мәслихатында да сол оң қапталдағы қорғаныс жайында өте көп әңгіме болды. Вальверден сол жаққа қойып қалуы мүмкін, оң қанатқа. Сол испаниялық журналистердің барлығы сол Вальвердеге оң қапталдағы қорғаушы позициясында ойнаған келе ме деп бәрі бірден сұрақ қойды. Қанша 3 жыл болды ма оң қапталда ойнап жүрген. Жалпы Вальверде мен былай ойладым да, психологиялық тұрғыда, егер баспасөз қызметіне келсе, жалпы ойнамайтын адамды баспасөз қызметіне алып келмейді ғой, негізі. Сол себептен Вальверде енді міндетті ойнау керек. Негізі капитаны қазір сол ғой. Карвахаль жоқ. Капитан енді Вальверде. Білмеймін енді бұлардың енді Қайратқа қарсы шықпаса кімге қарсы шығады жалпы. Не үшін керек олар? Үлкен жалақыда отырған ойыншылар. Фран Гарсия мысалы шығу керек, Брайм Диас, Дани Сибальос дейтіндер мысалы. Енді Қайратпен ойынға ауысып қалуы мүмкін. Жалпы Қайратпен ойын ол шамамен Реал үшін Испания кубогында 1:64, 1:32 дейтін сондай негізі солай қарастыратын сияқты. Мен ойымша жалпы Реал Қайратты шамамен солай қарастыратын сияқты. Енді Қайратқа келетін болсақ, енді Қайрат
сол Спортингке қарсы қандай құраммен шықты, шамамен сол құрам өзгермейтін секілді. Аса қатты жарақат та болған жоқ. Жалпы Спортингтен кейін сол жеңіске қарсы ойын болды. Одан кейін осы турды жіберді. Жетісумен ойын кейінге шегерілді. Сол себептен енді Қайратта аса қатты былай ротацияға енді жүрмейтін шығар. Ротация жасайтын жағдай емес қой Қайратта негізі. Тым мықты, соның бәрі. Енді андай әңгімелер бар да, Эдмилсон гол салды, мүмкін шығып қалады ма деген сияқты сұрақтар бар да. Ол сол джокер ретінде қалай берген дұрыс қой. Иә, екінші таймда шығып. Мүмкін. Иә, енді Мбаппенің мына жақта енді жаңағы Бекс айтқандай негізі фармить ететін матчы ғой. Статистиканы фармить ететін матчы. Білмеймін, бұл жерде иә есітпен қосылам. Бұл матчта енді көбісі негізі Реалға тәуелді. Қайрат сонда фидит етеді деп ойлайсың ба? Қайрат фидит етеді, аналар фармить ете ма? Тактический фит болады ма? Екеуміз ана киберспорттың несі болғаннан кейін мына жақта сол киберспорттың терминдері кетіп жатыр. Иә, бірақ Қайрат енді Қайраттан үмітім былай да. Жалпы Реал дейтін бұған дейін Чемпиондар лигасында Шерифпен ойнады, ЦСКАмен ойнады. Жалпы сондай шамамен біз Қайратпен шамамен Қайратпен деңгейлес бір командалармен ойнаған кезде негізі Шериф те жеңді, ЦСКА да жеңді, ЦСКА тіпті сол Сантьяго Бернабеу де жеңді. Сол себептен былай немқұрайлы қарап Қайрат өзінің мүмкіндігін қолданып қалуы мүмкін. Бірақ білмеймін. Бұл жерде мынандай фактор бар. Реалдың Атлетикодан ірі есеппен жеңілуі қатардан 2 ойында сүреңсіз өткізуге болмайды матчты. Хаби Алонсо мұны жақсы түсінеді деп ойлаймын. Сол үшін де толыққанда негізгі құрамда әкеліп отыр және ертең де қатты бір тәуекелге бара қоймас. Иә, ротация жасайды, бірақ оның өзі былайша айтқанда алабалар ротациядан шығады да, бір үшінші құрамнан емес, Кастильядан ойыншы алып келмейді. Ротацияның өзі бұл негізгі команданың футболшылары, ол бәрібір деңгейі жоғары футболшылар. Кімге де сәл уақыт беріп қалатын шығар, Гонсало Гарсия деген секілді жас ойыншыларға. Бірақ менде де сол шабуылшы шебіне Мбаппені алғашқы минуттан қосама деген ойым бар. Винисиусқа тағы да демалыс бере салуы мүмкін. Соңғы кезде Виниді сәл жиі қосалқы құрамда отырғызып жүр ғой. Оң қапталдағы қорғаныс шебін көреміз. Енді Вальвердеден басқа Асенсио екеуі ғана бар, бірақ Асенсио шығатыны түсінікті ол. Не ортаға шығады, не оң қанатқа. Куртуа қақпада қала береді. Меніңше енді қақпашыны әдетте өзгертпейді ғой, Чемпиондар лигасында қанша ротация жасаса да. Иә, сонымен қоса былай Реал Мадрид футболшылары сол Испаниядан келіп отыр, Мадридтен ше. Және Алматыға келіп тұрып, Қайратқа қарсы матч өткізбей, ойнамай кетсе сәл обидно ғой. Негізі иә. Сонша алыс жол жүріп қайттың, не үшін шақырдың, не үшін бияққа мен ұшып келдің деп сәл бір реніш болатын сияқты. Сол себепті барлық футболшылар да ең болмаса бірнеше минут ойнап кетуге. Иә, Қайратқа қарсы ойнау енді бақытына бөленуге тырысады деп ойлаймын. Винисиусты да екінші таймда міндетті түрде шығаратын сияқты. Оған да Чемпиондар лигасында жаңағыдай Мбаппе секілді Виниге де статистика керек. Чемпиондар лигасында өзін сезініп алу керек. Сондықтан осындай ойында негізгі құрамда шықпаса да Винисиусты екінші таймда алаңға шығарып қалатын шығар. Иә, сонымен қоса осы Атлетикоға қарсы кездесу бұл жерде Реал Мадридке мен 100% сенімдімін. Сонымен қоса осыған дейінгі Атлетикоға қарсы кездесу Реал Мадрид үшін қатты әсер етеді, түсінікті. Және Қайрат сол қазір ашулы. Ашуының бәрін сол ашуының бәрі сол Қайраттан алайын деп тұр, Қайраттан тарқатайын деп тұр. Сол себепті де жалпы 3-4 гол оққаса да жалпы 3-4 гол дегеннің өзі қатты не емес ау. 3-4 гол дегенің сәл аздау болып қалуы да мүмкін. Бұл кездесуде басты салты өткізбе деп тұрмасын да. Әбден мүмкін. Реал Мадридтің жаңағы қандай көңіл күймен шығатынына байланысты ғой, және Мбаппелер де негізі түсінеді ғой. Мына матчта тырлатып болса алуға болады. Қазақстанның командасына кезінде покер жасағам деген оймен келіп тұр ол. Өз алаңында 8-0 есебімен жеңгенбіз біз бұл елдің бір командасын деп айтқан шығар өзінің әріптестеріне. Сол кезде кім келіп еді осы Мбаппемен бірге? Менди келген, Ферлан Менди. Ол енді қатыспайды ғой, түсінікті. Чуамини Камавинга болған жоқ па? Ол кезде болған жоқ. Өзі бір Қазақстанға келген 4-5 ойыншы бар Реал Мадридтің сапында. Соның бірі Мбаппе. Кезінде Каррерас келген Испания жастар құрамасымен бірге. Куртуа келіп жүр енді ол Бельгия құрамасымен бірге. Қайда-қайда көріп Алаба келген шығар. Алаба келген жоқ айтпақшы. Алаба келмеген екен. Ол былтыр лигасына келген жоқ. Оның алдында 2012-де келіп кеткен бір рет. Сол кезде еще бір қызығы Алаба оң қапталдағы жартылай қорғаушы болған ғой.
Австрия құрамасында. Иә, ортада ойнайды көбінесе жарты қорғау позициясында. Енді соңына дейін дұрыс қой, Баварияда амал жоқ, қайта қорғаныс қойғаннан кейін сол позицияда ойнап кетті. Ал енді жігіттер болжамға келейік. Болжамға келейік. Қиындау жеріне келейік енді. Есепсізден бастасақ. Қайрат Реал Мадридке болжам айту өте қиын, себебі 32 беріп тұр да Қайратқа. 32 жеңісіне. Бір жағынан сондай кетмеген. бір немен патриоттық сезіммен Қайрат жеңеді деп қоя салсаң, тағы халықты алдаған сияқты ол. Халықта түсініп отыр бәрін. Реал Мадридке 1-11 беріп тұр дәл қазір. Әрі-бері іздеп, екеуде гол соғады деген нұсқаны алып көргім келді. Бірақ білесіңдер енді. Екеуде гол соғады деген қиындау. Екеуде гол соғады деген Реал соқпай қалуы мүмкін мысалы. Сол үшін статистикалардан былай әрі-бері іздеп көрдік. Сөйтіп мен Дастан Сәтбаевқа қатысты бір статистика таптым. Қайрат жалпы бұл 90 минутта көп болса 4-5 соққы ғана жасауы мүмкін. Оның 4-еуі де алыстан болуы мүмкін. Сол 4-еудің кем дегенде 2-еуін Дастан Сәтбаев орындайды деп ойлаймын. 3 соққы жасаса, соның 2-еуі Дастан болады. Жай соққылар бұл, Жай соққы. Қақпаға тура шуміндеп сонымен қоса айдалаға кетсе де болады. Блокированный соққылар бар ғой? Иә. Бұғатталған соққылар. Сол да негізі ол да есепке алынады. Иә. Статистикаға Дастан Сәтбаев тепті, Милитау аяғын тосып қалды. Кәдімгі акцентированный соққы. Мысалы, айыпдобынан стенкіге тисе, ол саналады. Иә, көбінесе енді қорғаушылар аяғын созып үлгеріп қалады ғой. Сондай кезде де саналады негізі ондай соққылар. Сондықтан Қайратта енді типсе Жоржиньо бар. Бірақ Жоржиньо алыстан соққы жасайтын футболшы емес. Громыко бар. Ол да бірақ көбіне қаптал арқылы шабуылдап, қысқа пастармен шабуылды өрбітуге тырысады. Алыстан тебетін Дастан Сәтбаев. Басқа нұсқа жоқ енді, былай жақындауға қиын болады. Иә. Және коэффициент қанша екен? Мен мынандай бас таңдап отырмын. Дастан Сәтбаев 1,5-нан көп қақпаға соққылары. Яғни кем дегенде 2 соққы жасайды деп отырмын. 2-де 1 беріп тұр. Жақсы. Бір жағынан бір тәуекелсіз бәс деп ойлаймын, себебі Дастанға сенем. Дастанға қатты сеніп отырмын. Дастан қазір көріп отырсаң, осы матчтың алдында киім ауыстыратын бөлмеде қатты сеніп отырмын. Тебе бер. Алыстан, ортадан тебе сал. Бәрібір. 2-де 1-ді шығарып бер. Алаң ортасында сендерден бастап тепсіз. Есет деп көрсетсе бүйтпей. Мен жүремін примерно сол жақта. Кімге қарсы, Спортингке қарсы 2 соққы ұрыпты. Сырт алаңда. Розе Албала дейді. Сырт алаңда. Орталық стадионда бұл жерде еще біз Реал Мадридтің 7 сағат ұшып келгенін ескереміз. Атлетико Мадридпен біраз шаршап қалғанын ескереміз. Және қарапайым ғана дұрыс бағаламау деген дүние бар футболда. Недооценка болып қалуы да мүмкін. Бұл енді жеңіліп қалады деген сөз емес, бірақ Қайрат 90 минутта өз жанкүйерлерінің алдында мынандай ажиотажда соққы жасай алмай қалады деп ойламаймын. Соққы жасайды меніңше. Кем дегенде 3-4 соққы жасайтын шығар. Соның екеуін Дастан жасайды. Дастан 1 соққы жасайтын шығар, бірақ екіншісі сәл күмән бар. Жасайды. Айып соққысында да Дастан. Әлбек сізде? Бір шабуылда 2 удар жасауы да мүмкін ғой, мысалы. Ол да бар мысалы. Бір матчтан бірде бір соққы шабуылда болуы мүмкін. Мен жалпы андай исходты вообще қараған жоқпын. Тым коэффициент та жоқ, тым да жоқ, жалпы. Қайрат жеңілмейді деп қалай қоясың мысалы? Қайрат жеңілмейді деп қиын. Жалпы мен бір жерлесім айтқанда биыл дым жоқ. Сол себептен бұл жақта статистикаға бару керек болды. Амал жоқ енді. Амал жоқ. Амал который болып, сары қағаздарға бардым. Бұл матчта жалпы сары қағаз болу керек. Сол сары қағазды ең бірінші Қайрат алу керек мен үшін. Жалпы осы ойында Қайрат бірінші сары қағаз алады дегенге 1,57 коэффициент беріп тұрген. Енді білмеймін. Сары қағазда Қайраттың В общем, сен де мен де Қайратқа сеніп отыр екенбіз ғой. Қайраттың ойыншыларына. Сеніп отыр. Тапалов бүйтіп тартып жіберсе Родригоны. Болды. Тапалов тартып жіберіп бүйтіп көрсетсе. Бүйтіп көрсетіп жүрсе, Сатпаевке бүйтсе, болды. Сонымен маған жеткілікті. Жалпы сол менде андайда Реал Мадрид қалай сары қағаз алуы мүмкін. Ол тек гол соғып, тек жейдесін шешіп қана сары қағаз алмаса. Өйткені доп Реал Мадридте болады. Топ Реал Мадридте болады. Мен білмеймін, қалай сары қағаз. 40-тан кейін теуіп қалса. Бірақ енді Реалдың ойыншылары Қайратқа гол соғып, жейдесін шешіп тастайды деп ойламаймын. Шеше енді Екетекенің мысалы қазір барлығы сағат болды. Куртуа салса шешетін шығар деп. Қалғандарын білмеймін кім шешетін. Жалпы сол. Ал енді мен бұл жерде Реал Мадрид жеңілмейді деген болжам таңдап отырмын. Бір коэффициент
бірде мыңнан бір деп Ол андай ғой. қойып кетсең. 10 мың қойсаң саған 9 мың қайтарады. Сондай ақша ма? Иә. Ұялсай деп ше. Иә. Ал серьезно келетін айтатын болсақ, жалпы мен де сол статистикаға тіктім, бірақ Килиан Мбаппе. Бұл ойында мен Килиан Мбаппе гол емес, қақпаға тура соққыларын таңдадым. Тура соққы. Иә. Өйткені алыстан соққы біршама болатын сияқты. Себебі Қайрат қорғаныста жатады, сөзсіз. Андай Атлетикоға қарсы андай за спину Мбаппе қашып кетіп, жүгіріп гол соғады деп ойламаймын, бірге бір шығып ше. Мбаппенің мүмкіндіктері сол айбалаң маңында алыстан соққылар, қақпада сонымен қоса Қалмырза тұр. Олар түсініп тұр, 18 жастағы пацанчик. Және Спортингке қарсы голдарды да көрді. Сәл бүйтіп 9-қа бүйтін сешін бой жетпей қалуы мүмкін да. Сәл ғана ма 9-қа, алыстан 9-қа арасы. Жаңағыда бүйтіп ұшатын топтар болады ғой, бүйтіп. Османа бойдың асы. Сондай бір соққы болса, гол кірейін деп тұр. Енді бұл жерде мен Қалмырзаға да үмітім ғой бұл. Мен гол емес, соққылар есептеп тұрмын ғой. Сен сейфтеріне сеніп отырсың. Иә, сейфтерге сеніп тұрмын. Гол болса да есептеді әрине, бірақ сейфқа бірінші кезекте сеніп тұрмын. 2,5-нан көп деген статистика, яғни Мбаппе осы ойында мен ойымша қақпаға кемі 3 тура соққы бағыттайды деп ойлаймын. 1,91 коэффициент. Мынандай сұрақ қойыңызшы осы сәтте, может көрермендер де білгісі келетін шығар. Мбаппе қосылып құрамда қалсашы. Возврат болады. Бірақ 60-шы минутта шығып 3 соққы жасап тасташы. Жоқ, полный возврат. Негізгі құрамда шығу керек, негізгі құрамда. Менің жағдайымда да Сәтбаев негізгі құрамда шығу керек. Иә. Возвратта қалса негізі Заря жарақтан аяқта дейді ғой. Жалпы осындай бізде болжам. Келесі енді Барселона ПСЖ арасындағы матчқа өтейік. Салыстырамыз. Барселона ПСЖ жігіттер осы турда жалпы футболға ортақ бір ғана топ матч бар екен. Ол Барса мен ПСЖ. Бұл кездесу енді кәдімгі финалға тұрарлықтай матч. Кеш өтетін финал ғой. Иә, кеш өтетін финал деп айтып жатыр. Ерте финал, кеш финал, уақытылы финал. Разница жоқ. Бірақ енді кешіне келіп отырмыз. Барселона ПСЖ. Барселона өз алаңында Монжуикте болса Пари Сен-Жерменді қабылдайды. Жеңісті серияға жата Барселонада. Жалпы ойыны тамаша, Ламин Ямал жарақаттан айықты. Дегенмен екі командада да жарақаты бар, жарақаттанған маңызды футболшылар жетіп артылды. Ал енді Әлібек, Барселона ПСЖ біз күткендей фестиваль ойын бола ма, әлде антилогика болып кетіп есеп 1-1 болып аяқтала ма? Білмеймін. Жалпы былтыр сұрасаң, мысалы Интерді өтіп Барселона финалға шықса, мен негізі фестиваль күттім. Сол кезде финал осы қанша жылдан кейін бір қызықты финал болып өтеді ма деп ойладым негізі. 3-3, 4-3, 5-3 дейтін фестивальді күттім. Енді қазір жағдай өзгерді. Қазір енді қателеспесем Дуэ болмайды. Дембеле алтын доп иегері болмайды. Алтын доп иегері Дембеле де болмайды. Жоау Невиш болмайды. Витинья, Маркиньос. Витинья білмеймін, Маркиньос болмайды. Жалпы Барселонаның өзінде қақпашы Жоан Гарсия жоқ. Оған қоса Рафинья жоқ. Гави, Фермин Лопес. Енді ол қосалық құрамның ойыншылары деп айтсақ болады ғой. Жалпы бастап құрамда сол Рафинья мен Жоан Гарсияның. Бальде де болмайды. Бальде де болмайды. Міне, осы негізі үлкен сұрақ туғызады. Жалпы енді кім ойнауы мүмкін? Жалпы негізі Эрик Гарсияны да қою мүмкін. Мен ойымша Жерар Мартиннің орнына. Жоқ, бәрібір де Жерар Мартинді найыртып жүр. Және Ханси Флик сол Мартин туралы әр баспасөзде мақтайды. Ұнап жүр, прогресс Барселона бұда мен талантын байқағам деп ше. Сен сол прогресс көріп жүрсің ба жалпы? Мен мысалы байқамаймын. Мен де байқамаймын. Осы ПСЖ қарсы ойында көреміз, бар ма жоқ па? Иә, Интерға қарсы көрдік. Бір прогрессті. Енді қазір көреміз тағы бір прогрессын. Регресс болып кетеді. Иә. Жалпы білмеймін, бұл ойыннан не күтетінін білмеймін, бірақ Барселона соңғы ойынын көрдім. Екі командында соңғы ойындарын көрдім. Көп адамдар жаңа алтын доптың несін церемониясын қарап жатқан кезде мен Марсель мен Парижді қарап жаттым. Жалпы Париж енді бұл маусым енді бұл сәл қиындау бастады. Қиындау дегенде андай өз бабымен андай қазір әзірше 3-ші скороспен келе жатыр олар. Әлі 5-ші, 4-ші скоросқа өткен жоқ. Мүмкін ол Энрикенің өзінің сондай несі шығар. Бір тактикасы, ойы бар шығар. Бірақ ПСЖ әлі толыққанды қосылған жоқ маусымға. Барселона енді Сосьедадқа қарсы ойыны енді
жоғары деңгейде болды. Жалпы Оған қоса жаңағы Барджи, Фернандес бар өзінде де. Олар енді өзінің класын көрсетті. Енді бұл ойында енді Фернандес та Барджи да болмайды. Бұл ойында енді Ольмо шығады, бұл ойында Ямал бірінші минуттан бастап шығады. сол барлық сол негізгі құрам футболшыларын дайындау мақсатында Сосьедадқа қарсы кездесуде олар қосалқы құрамнан бастады. Ямал енді жарақаттан кейін Ольмо демалыс берілді. Сосьедадқа қарсы жалпы әдеттегідей сол Барселонаның кезекті ойын болды. Сол Райо Валлеканоға қарсы кездесуде ғана тым нашар болды Барса, ал қалған матчтардың барлығында өзінің деңгейі. Мен былай жоғары, төмен деп айта алмаймын да, өзінің деңгейі. Енді PSG-ға қарсы өз жоғары деңгейін көрсету керек, өйткені басты себеп Ламин Ямал оралды. Ламин Ямал осы PSG-ның мықты қорғанысының кілтін таба алады деген менде ой пікір бар болып тұр. Басты қару Ямал болып тұр, әрине Рафиньяның жоқтығы әсер етеді, ол сөзсіз. Дегенмен Маркус Решфорд ойыны күннен күнге былай жақсарып беріп жатқан сияқты. Ассисттен ассист беріп жатыр әр матч сайын. Гол соғуға үнемі жақын қалады. Енді Сосьедадқа қарсы Ремиро керемет сейфтер жасап Решфордтың соққыларын қайтара алды. Бірақ PSG-ға қарсы біраз сол Шевалені қинайтын сияқты. Мен ойымша Маркус Решфорд. Қос қапталдан да қауіп күтуге болады. Ортада енді Левандовски ойнайтын шығар шамамен. Бұндай маңызды кездесуде Ферран Торресті мен все-таки қосалқы құрамнан көріп тұрмын. Бірақ енді ортада түсінікті Де Йонг, Педри, Ольмо енді жартылай қорғаныста шабуылдаушы, жартылай қорғаушы. Қорғаныста енді мәселе болып тұр. Кім шығады? Кубарси, Кристенсен немесе Кубарси, Араухо, жалпы Кубарси, Эрик Гарсия да болып қалуы мүмкін жалпы. Мүмкін. Бірақ Эрик Гарсияның көбіне қазір енді оң қаптал немесе сол қапталда қолданылып жатыр. Жүркінді енді асықпай өзінің бабына еніп, жоғары деңгейге көтерілді. Сонымен қоса Ямал досы оралғаннан кейін екеуі мықты жұп құрады. Түсінікті. Ал PSG бойынша Әлібек PSG-да енді қақпада өзгеріссіз Шевале болады. Енді Мартинестің жоқтығы дәл осындай Барсаға қарсы кездесуде қатты әсер етуі мүмкін. Забарни осы жерге қарсы ойында гол соқты, негізгі құрамда ойнап жүр, үйреніп жүр, бірақ ол енді Барселона секілді командалармен кездесіп көрмеген. Бұған дейін де енді Англия премьер лигасында ойнап тәжірибе жинағаны бар ғой, бәрібір. Бірақ бұл чемпиондар лигасында Камп Nou болмаса да Олимпико стадионында ойнау Барсаға қарсы оңай болмайды. Енді Пачо біраз тәжірибесі бар. Қорғаныс шебінде енді басты үміт бұл қос қаптал оларда. Себебі Решфорд пен Ламин Ямал, Мендеш пен Хакимидің текетіресін көреміз. Жалпы сол екі футболшы Осерге қарсы ойында қосалқы құрамда болды. Нуно Мендеш мүлде ойнаған жоқ, ол Хакими болса екінші таймда шықты. Яғни тынығып, қазір Барсаға қарсы әбден дайындығы мықты ойын деп тұр. Витинья сол Осерге қарсы матчтың 36-шы минутында алаңнан кетіп қалған еді, бірақ қатысып дайын болады деп жатыр, үлгереді деп. Қандай жағдайда келетіні белгісіз. Сол как раз Витиньяның орнына Хакими шыққан еді. Бірінші таймда шықты. Заир Эмери шығып қалуы мүмкін, енді Жоу Невиш болмайды. Бұл кездесуде бұл да енді PSG-ның жартылай қорғауы үшін үлкен минус. Руис пен жаңағы кім Витинья екеуі негізгі құрамда шығатын болса. Шабуыл шебі енді. Дембеле жоқ қазір, Дуэ жоқ. Баркаля мен Квичекваратскелия бұл енді Барсадағы Решфорд пен Ламин Ямальға жауапты дуэт қос қапталда. Ортада енді кім қалып тұр? Рамуш, Гонсалу Рамуш. Барсаға қарсы матчта негізгі құрамда бастайтын шығар. Басқа үлкен өзгеріс бола қоймайды деп ойлаймын мен. Сол Рамуш шыққаса мен ойымша Араухоны қалтыратын сияқты все-таки. Ханси Флик өйткені соңғы ойындарда Араухо негізгі құрамнан шықпай, барлық матчтарда өнер көрсетіп жүр. Сол себепті Араухоға таңдау түсетін сияқты жаңағы Барсаның құрамына кетіп болса. Ал енді ойын бойынша ойынның сценарийі қалай өрбиді деп ойлайсыңдар? Матчта жалпы көп гол бола ма, немесе бір гол болмай қала ма? Бұл енді Барселона мен PSG-ның қай матчы онша емес өтіп еді. Өткен маусымда кездескен жоқ, оның алдында ғана 3-2, 4-1 деген, оның алдында 4-1, 6-1 деген есептер ортасына чемпиондар лигасынан кездесіп кетті, 4-1 ұтатында PSG. Қай матчты алып қарасаң да бәрі ашық футбол, себебі PSG-да қорғанысқа жыды болатын команда емес. Барселона да ондай команда емес. Екеуінің
қолынан келетін шабуыл. Франция чемпионатында сөйтіп ойнайды. Чемпиондар лигасына келгенде де тура сол ойынды ойнау Тура керек. солды көрсетіп жүр, иә. Иә. Екеуі де шабуылда әлеуеті өте жоғары. Мұны енді ПСЖ Барселонаға қонаққа келіп тұрмыз деп қорғанысқа жатып алады деп ойламаймын, себебі қанша дегенмен требл иегері келіп тұр. Чемпиондар лигасының қазіргі жеңімпазы, сондықтан сондай көңіл күймен шығады деген ойым бар. Ал ПСЖ Барселонаның бір кеткен есесі бар ғой. ПСЖ-дан кетпесе де осыларды біз өткен маусымда жеңіп алатын едік қой деген бір ой бар ғой оларда. Дәлелдеу керек деген ойым бар. Оның үстіне Ямаль мен Мендештің текетіресі. Екінші текетірес болайын деп тұрып, Португалия мен Испания арасындағы ұлттар лигасының финалында Ламиннің ойыны жүрмеген еді. Мендеш сол кездесудің үздігі атанды. Бұл текетіресте де бір жақсы дуэль болайын деп тұр меніңше. Ал енді Решфорд пен Хакими мына жағы сәл-пәл бір тарихи несі жоқ деймін олардың, иә? Сағаты жоқ. Ештеңесі жоқ екенін айта қоятын. Сол Ламинмен тоқтай саламыз ау деймін. Жалпы осы орайда болжамға келсек. Болжамға келсек, мен жаңа өз сөзімнен тайқымаймын. Көп гол болады деген ойым бар. Және екеуі де бұл матчта алаңнан голсыз кетпейтін сияқты. Екеуі де гол соғады және бәрібір біреу жеңісті жолға кетуі мүмкін. Екеуі де гол соғады және матч тоталы 2,5-нан көп деген. Мен Барселонаның матчында всегда алатын нем бар, осындай бәсім бар. Шығады ол. Всегда шығарып береді. 1,6 коэффициент беріп тұр. Маған ыңғайлы, әдемі. Тәуекелге бармайын дедім. Өткен аптадағы бәстерімнен кейін құтырмайын. 1,6 жеткілікті деп отырмын енді мен. Шығып тұр ғой бұл. Шығып тұр бұл, иә. Құтты болсын. Әлбек, сізде? Менде енді чемпиондар лигасы бірінші турында да мен ПСЖ-ға қарсы қойып едім. Енді мына ойында да қарсы қойып тұрмын. Ол кезде сол жалғыз бәс сол шықпай қалды Аталантаға қарсы. Енді қазір мен де Барса сеніп тұрмын. Енді Париж қазіргі таңда енді Барса сәл енді мотивациясы көбірек көрінеді маған Парижге қарағанда. Сол себептен мен Барселонаның жалпы мен түсінбеймін қазір Барселонаның негізі қалай жеңуге болатынын. Барселонаның тек қана Бавария жеңбесе, білмеймін. Барселонада жалпы әлемнің жалпы футболда ең үздік ойнайтын Педри дейтін ойыншы бар кезде, мен Барса қалай жеңіледі деп басыма сыймайды, сол себептен. Ең мықты Еуропаның командасы жеңуі мүмкін ғой бірақ. Былтырғы маусымдікі ғой. Қазір өзгерген жоқ қой әлі. Енді сол құрамнан көбі болмай тұр ғой. Көбісі болмай тұр ғой. Сол жалпы Жоау Нойес пен Дембеле енді ойынды құрастыратын адамдар. Барселонаның жеке тоталын алып тұрмын. Барселона кем дегенде 2 гол салады деп, 1,5 демек, 1,5-нан көп гол соғады. Коэффициент 1,57. Бәрекелді. Мен тағы да статистиканы алып отырмын. Осындай тактикаға көштім. Алдындағы жолы жалпы бәрі сәтсіз шыққаннан кейін амал жоқ. Өзгерту керек болды ма бір нәрсе? Бір нәрсе өзгерту керек болды және мен сол қайтадан қақпаға тура соққыларды таңдадым. Бұл кездесуде Ламин Ямал қақпаға бірнеше тура соққы бағыттайды деп ойлаймын. Нуно Мендешті бүйтіп алды, ортаға қойысып, сол аяғымен соққы жасайтыны бар. Әрине, осы соседқа қарсы кездесуде бірде-бір соққы бағыттамады, ассист шығарды. Ол кезде бәрібір де оған дейін Ханси Фликтің командада осы эго бар, және Ямал үнемі ойынды өзіне алып, әріптестерін ұмытып кетеді деген бір әңгімелер жүрді. Сында болды, ойында да көрдік жалпы ондай болып жатқан. Және осы кездесуде сол әңгімеге реакциясын білдірген сияқты. Бұл бірақ енді ПСЖ-ға келген кезде Ламин Ямал қайтадан өзінің эгосын көрсетті деп ойлаймын. Яғни өзі ойынды алып шыққысы келеді, өзі қайтадан міне алтын допқа лайықты екенін көрсетіп дәлелдегісі келетін мен нақты сенімдемін. Және гол соғады деп айтпай-ақ қояйын, гол соғады деп ала салуға болады еді, бірақ қақпаға тура соққы міндетті түрде болады деп ойлаймын. Өйткені Ямал ондай соққылар жасаған қатты жақсы көреді. Әсіресе осындай маңызды кездесулерде Ламин Ямал ойын таңдайды. Байқап жүрміз өткен маусымда, яғни мықты қарсыластарға қарсы Интер, жаңағы Дортмунд, Бенфика сияқты жалпы Эл Классикода дейік жарайды, Баварияға қарсы ойындарда дегендей жалпы сондай ойындарда өзін қатты мотивациямен шығады, көрсеткісі келеді. Және дәл сондай ойын деп ойлаймын. Ламин Ямал кемінде қақпаға 2 тура соққы бағыттайды деп болжам жасадым. Коэффициент 2,2. 2,2. Жақсы, сен жалпы андай бірінші
исходтардан бастадың, сосын бұрыштамалар кетті, сарығаздар кетті, қазір удары створ кетті. Сәлден кейін андай количество замен матчей 5-5 больше. Соғанға жетеміз ау деп. Total чет, не чет деген. Сондайға бір жетіп қаламын. Ауттакі бірінші орындайды. Уже андай... Кім ортадан бастайды деген. Кім ортадан бастайды. 2-3 шығарылымнан кейін примерно соғанда жетіп қалармыз. Бірақ енді бұл аналитика ғой енді. Мүмкін, иә. Аналитика болып тұр ғой. Иә. Бізде болжам осында, енді үшінші өзіміздің таңдаған кездесуге дейміз. Әлібек, үшінші кездесу. Сізде? Мен сүйікті Атлетиком. Үшінші матч, бірінші матчта енді бір өте бір обидный жеңіліс болды Энфилдте. 3-2, ол кезде енді жалпы событиялар толық матч болды. Енді қазір екінші тур Реал Мадридтан кейінгі шоудан кейін қазір шоу must go on деп Айнтрахтқа қарсы ойын өткізеді. Метрополитен өтеді ойын. Метрополитен өтеді. Ең бастысы сол. Енді бірінші ойында есе жібергеннен кейін екінші ойында міндетті түрде енді ұпайлар жинау керек Атлетико. Айнтрахт енді бірінші ойында жеңді, өз алаңында Галатасарайды 5-1 есебімен жеңді. Енді білмеймін, Атлетико бұл ойында енді жеңу керек. Не болса да жеңу керек. Сол себептен менде енді Атлетиконың мен матчтың емес, бірінші таймын алып тұрмын. Жалпы Диего Симеон дейтін матчты қандай қарсылас болмасын, үлкен темппен бастайды, бірден прессинг, бірден шабуыл, бірден сондай. Сол себептен Атлетико бірінші таймда гол соғады дейтін бәсті алып тұрмын. 1-52 коэффициент. Жалпы коэффициентім менде 3-77 коэффициент. 37.736 теңге. Дидардан бір матчын алып шығады ғой. 99 тиын шығатын жар енді. Мынау шықпаса енді Білмеймін. осы арнамен қош айтсамыз ау деймін. Білмеймін енді. Болмады. Ары қарай білмеймін. Бұл шықпай қарса 1-5-ті түсіртейік Бекске. 1-3 болсын келесіде. 3-1-3 коэффициент па? 3 матчтан 2 коэффициент жиналып тұрды. Енді Айнтрахтың қорғанысы бойынша да енді... Соңғы ойында 6-4 ойын болды. 6-0 жеңіп келе жатыр. 6-0 жеңіп келе жатыр, 6-4 болды. Таза FIFA 26 ойын болды. Таза FIFA 26 кикофтарды ұрай берді ғой шамамен. Енді 10 алдында 4-3 болды. Жалпы 2 ойында 8 гол жіберген команда енді жібереді шығар Атлетикодан. Бәлки. Және менде Монако, Манчестер Сити. Әдемі. Сенде де тура сол, Менде тура сол. Екеуміз де Манчестер Сити жеңсе сен отырмыз. Тура сондай ма? Әрине, Манчестер Сити жеңіске жетеді деп отырмын. Себебі Монаконың бірінші турдағы матчында мен комментатор болғам. Брюгге мен Монако арасындағы кездесу 1-4. Брюгге өз алаңында тас-талқан етіп жеңіп тастадым. 4-0-ден кейін соңына қарай Монакоға соңдаш деп. Ансуге 1 гол соққызды. Одан кейін Лорианнан қадалып қалды Монако. Өткен аптада 1-3 есебімен жеңіліп қалды. Түсініксіз команда болып жүр. Жарақаттар бар, Головиндер жарақаттан емделіп жатыр. Бастысы енді Ситидің қазіргі бабы болып тұр. Және соған қосымша, Манчестер Ситидің бабы тамаша ойын көрсетіп жүр. Енді Арсеналға қарсы кездесуді алып тастасақ, ол жақта енді тактикалық тұрғыда Пеп Гвардиоланың өзі санаулы түрде қорғанысқа жатқандай. Бернлиге қарсы матч, Наполи, Ман Юнайтед оның алдындағы соңғы кездесулерде Лига кубогындағы матчты алып тастаймыз әрине бұл жерде. Чемпионаттағы ойындарда Манчестер Ситидің бабы тамаша болып жүр. Холланд, өзінің Холланд екенін қайта еске түсіргендей, Де Брюйне кетсе де қалалықтардың ойыны өзгермеген, бейімделеді және бәрібір 90 минутта қалалықтар мықтырақ екені көрініп жүр. Сондықтан матч Луи 2-ші стадионында өтсе де Манчестер Сити сенімді жеңіске қол жеткізеді деген ойым бар. Бірақ маған сенімді болмай 1-0 болса да жарайды негізі. Себебі жай ғана жеңісті алып отырмын. Оның үстіне Пеп Гвардиоланың баяғыда бір Монакода кеткен есесі бар. Килиан Мбаппенің дебют маусымы Монакодағы плей-оффтан шығарып жіберіп еді ғой. 2017 жылда. 2017-де. Менде тура сондай болжам, және жалпы коэффициент 6-32, 63.282 теңге болды. Тамаша. Менде 5-0-6 деп тұр, яғни ұтыстарым шықса 50.601 теңге шығады. Бәрекелді. Және Жасұланның болжамында айта өтейік. Осының алдыңғы видеода бәсі шыққан еді. Бұл жолы шығамеген.
Пафос Бавария арасындағы матч таңдаған екен. Үшінші матч ретінде Бавария кемі 3 гол ұрған деп отыр. Барселона ПСЖ ойынында екі команда хотя бы бір таймда екеуі гол соғады. Айтудың Обе өзі команды қиын ғой забьют мына. хотя бы в одном тайме дейді. Айтудың өзі қиын, мына Автоматом. шығаратынын білмеймін мен. Автоматом аудардым. Аха. Және Қайрат Реал Мадрид арасындағы кездесуде екінші команда екі таймда да гол соғады деп отыр. Бірінші таймда да гол соғады, екінші таймда да гол соғады. Екінші команда деген демек Реал Мадрид. Реал Мадрид. Дәл солай, өте дұрыс. Жалпы Өткенде де спортингке қойған осы емес па, иә, спортинг Қайратта? шығарды ғой. Шығарды ғой. Не екен вообще? Спортингтен шығарып ойламай деген вообще. Сол мен де спортинг тыңдай салу керек. Сосын аккредитация берген жоқ қой оған. Жалпы коэффициент 4,64, 46 мың теңге. Ойырайын деп тұр. Енді жалпы енді біз Есет Әлібек бритті бастап жіберейік. Кеттік. Уақыт созбай. Енді бірінші біз Аталанта Брюге матчтан бастайық. Болжамдарыңыз. Аталанта Брюге өткен маусымның несі ғой? Екеуі де гол соғады дегенді алайын мен. Брюге жеңілмейді. Тотал 3,5-нан кем. Қайрат Реал Мадрид. Тағы қайталап айта салайық. Ойында Қайрат бірінші сарыға жасады. Сәтбаев 2 соққы жасайды. Мбаппе 3 соққы жасайды. Қақпаға тура соққы бірақ. Атлетико Мадрид Айнтрахт. Атлетико бірінші таймда соғады. Атлетиконың жеңісін ала салу жеткілікті екен ғой бұл жерде. Бұл жерде мен керісінше Айнтрахт Франкфурт 2 доп айырмасымен жеңілмейді дейді. Айқын фаворит екен өйткені Атлетико. Айнтрахтқа 5,89 жүріп тұр. Будио Тоттенхэм. Былтырғы маусымның Европа лигасының жартылай финалы. Білмеймін, Тоттенхэм бұл күн жеңілмейді. Тоттенхэм жеңіске жетеді. Тоттенхэм жеңіске жетеді. Галатасарай Ливерпуль. Ливерпуль жеңеді. Бұл жерде сенімді. Мен бір нұсқам болған еді. Сити емес Ливерпуль деп таңдап. Екеуі де соғады және тотал 2,5-нан көп. 75-ші минуттан кейін гол болады. Мәссаған. Интер Славия Прага. 1-3 қана беріп тұр екен бұл жерде. Сол үшін Интер фора минус 1,5. Екеуі де гол соғады, қос нүкте жоқ. Сондай ма? Иә. Ал менде тотал 2,5-нан көп. Пафос Бавария. Пафос Бавария. Харри Кейн дубль. Сіздерде? Бавария 2 таймда да гол соғады. Баварияның бірінші таймдағы жеңісі. Олимпик Аякс. Екеуі де соғады. Марсель жеңіске жетеді. Мен ойымша Марсель жеңіске жетеді. Аякс. Челси Бенфика. Челси жеңеді. Мауриньо Стэнфорд Бриджге қайта оралады, иә? Мауриньо қызыл қағаз алады деген бар ма екен мына жақта? Ондай жоқ. Мүмкін. Екеуі де гол соғады. Келесі матч Қарабақ Копенгаген. Міне 50-50 матч екен, Қарабақ жеңілмейді. Копенгаген жеңілмейді. Екеуің теңіз жетіп тыңдайсызсам қалай болады екен. Жоқ, бұл жерде тотал 2,5-нан аз. Юнион Сен-Жюльва Ньюкасл. Екеуі де гол соғады. Келісем. Ньюкасл жеңіске жетеді. Арсенал Олимпиакос. Олимпиакос соқпайды. Екеуі де гол соғады, қос нүкте жоқ. Арсенал 2 доп айырмасымен жеңіске жетеді. Монако Манчестер Сити. Сити жеңеді. Сити жеңеді. Ситидің жеке тоталы 1,5-нан көп. Оны аз болған. Онда Сити минус 1,5 фора. Жақсы. Бол келеді. Барселона ПСЖ. Барселонаның жеке тоталы 1,5-нан көп. Мен Барселона жеңеді деп айтайын Блицта. Екеуі де гол соғады және 2,5-нан көп. Боруссия Атлетик Бальбао. Боруссия жеңіске жетеді. Екеуі де гол соғады. Сен Байерді алдырып кеттің. Ничья. Байер ПСВ. Екеуі де гол соғады. ПСВ өте нашар болып жүр, Байердің жеңісін ала салайын. Байер 2 гол соғады. Вильяреал Ювентус. Екеуі де гол соғады. Солай деуге болады. Тотал 2,5-нан аз. Наполи Спортинг. Наполи жеңеді меніңше. Екеуі де гол соғады қайтадан. Наполи жеңеді. Тағы Наполиға сенейік. Сонымен бізде Блиц тамам. Жігіттер, рахмет. Әлібек, Есет, бізге сәттілік. Жасұлан, төртеумізге жалпы алдағы чемпиондар лигасы ойындарына. Жасұланға да сәттілік па? Бәрімізге сәттілік. Сонымен видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.